Менің арнама қош келдіңіздер. Арнама қолдау көрсетіп, лайк басып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Бүгін мен сіздермен осындай смузидің рецептісімен бөліскім келеді. Ол үшін бұл смузиға ең бастысы керек болады көк немесе сары алмалар. Қызыл алма бармайды. Сол себепті және осындай айран керек болады. Міне осы айраннан қазір мен 300 грамм құйып аламын. Бұл құраммен сіздер 200 мл 3 стаканға ғана шығады, сондықтан көбірек адам болса осының құрамын көбейтіп отырып жасай бересіздер. Осылай айранды құйып алғаннан кейін үстіне бал, мед, кәдімгі өзіңіз байлаған медті салыңыз, бірақ гречневый дәмі бар медтар бармайды. Және де қабығы ашылып тазаланған алманы саласыздар. Сондай-ақ клубника менде замороженный түрі болды. Сіздер клубниканы пюре түрінде немесе кәдімгі жаңа піскен түрінде салуға болады. Осылардың бәрін салып алып, блендермен жақсылап біріккенше араластырып аламыз. Айран 2,5%-пен аласыздар, және де алманы міндетті түрде көк немесе сары алмадан қабығын ашып, тазалап, солай өлшеген кезде грамын жазып қоямын описанияда, сол грамын аласыздар. Және осындай мен осылай блендермен жасадым, кез келген блендермен әбден біріккенше, қоймалжы масса айналғанша осылай жасап аласыздар. Және бұл смузиді жасап болғаннан кейін көп тұрғызбай ішкен дұрыс болады, себебі ұзақ тұратын болса түбіне жаңа алма нелер кішкене түбіне тұнатын болады. Міне мен қазір 2 стаканыма құйдым. Әсіресе ауыз бекітер кезде сәресіге өте жақсы күш беретін тағам, жасап көріңіздер. Достарыңызбен бөлісе отырыңыздар. Өте жақсы смузи шығады. Ас болсын сіздерге.